айта бастап жатырмыз. Әр Алла жаса мешіттегі мүмкіндіктеріңіз болса, насихаттарға, ұстаздармен кездесулерге қатыссаңыздар, иншалла нұр үстіне нұр. Алла тағала баршамызды ілім іздеген, ілімнен сусындап амал қылған мұсылмандардан болуды нәсіп етсін. Енді бүгінгі аздаған иншалла уақытта сіздермен талқылайтын тақырып бұл тәзкиятун нафс, немесе сәләмәтус садр деген шариғатта ұғым бар. Тәзкиятун нафс деген ол ішкі дүниенің тазалығы, жанның тазалығы деп айтсақ болады. Сәләмәтус садр кеуденің сау болуы, яғни кеуденің аман болуы, кеуденің тазалығы десек те болады. Осы жайында иншалла қазір аздаған уақытта иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен, Алла тағаланың аяттарынан иншалла баяндауға тырысып көреміз. Енді жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Инналлаха ла янзуру иля суарикум, вала иля аджсамикум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум», кама қала наби саллаллаху алейхи уассалам. Ақиқатында Алла тағала сендердің бет бейнелеріңе, дене бітімдеріңе қарамайды. «Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум», бірақ сендердің жүректеріңе және жасап жатқан амалдарыңа қарайды дейді. Ендеше адамның ішкі дүниесі, жүрек ол ішкі дүниесі адамның. Алла тағаланың назар салатын орны осы екен. Сондықтан да ішкі дүниенің тазалығы, оның сау болуы өте үлкен мәселе болып есептенеді. Құранда Алла тағала «Ва нафсиу ва ма сауаха» дейді. Яғни нәпсімен Алла тағала ант етеді. Нәпсінің түрлерін Құранда баян еткен: «Ан-нафсул мутмаинна, нафсул лауама, ва нафс аммаратун биссу» дейді. Мутмаинна нәпсі деген, жан деген, бұл орныққан, яғни пайғамбарлардың нәпсі жаны. Аммаратун биссу, жамандыққа итеріп тұратын нәпсі. Үшіншісі лауама дейді. Лауама деген өз-өзін кінәлайтын нәпсі дейді Алла тағала. Яғни ендеше нәпсінің түрі, бірақ соның ішінде өз-өзін кінәлайтын нәпсі туралы Алла тағала Қиямет сүресінде айтады: жаңағы мен өз-өзін кінәлайтын нәпсімен ант етем дейді. Яғни ол не деген сөз? Адам бір қателікті жасап қойып, сол жасаған ісіне тәубе қылып соған өкінеді. Яғни өз-өзін кінәлайды, мен бекер істедім деген сияқты. Немесе жаңағы жасаған қателігін, күнәсін сауаппен өшіруге тырысады. Міне осындай нәпсіні Алла тағала көтеріп, мен өз-өзін кінәлайтын нәпсімен ант етем деген. Сол Алла тағала Шәмс сүресінде нәпсімен ант ете келіп, Алла тағала Құранда айтады: «Қада афлаха ман заккаха» дейді. Кім оны тазартқан болса, ол нәпсіні, ол адам құтылды дейді. Кім ішкі дүниесін таза ұстаған болатын болса, ол құтылды. Неден? Алла тағаланың азабынан құтылады. «Ва қада хаба ман дассаха». Ал кім оны кірлеткен болса, оған мән бермеген болса, ол адам қор болды дейді Алла тағала. Кім тазартқан болса, құтылады, кім кірлеткен болса, ол адам қор болады дейді. Сондықтан да осы Алла тағаланың алдын ала бізді ескертуі, әрбір адам ішкі дүниесіне, яғни ешкім, Алладан басқа ешкім назар сала алмайтын жерге өзі мән беру керек. Өйткені сіздің ішкі дүниеңізді сізден артық ешкім білмейді. Құранда мынандай бір аятты келтіреді Алла тағала: «Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би қалбин салим» дейді. Ол сол күн, ол сондай күн дейді Алла тағала. Ла янфау, пайда бермейді. Мәлун, дүние, ва банун, және балашаға дейді. Ол сондай күн, яғни қиямет күнін айтады Алла тағала. Ол күні дүниеде, балашаға да адамның көп масаттанатыны, адамның көп кейбір кезде тәкаппарланатыны осы дүниемен
бала шағаның көптігі. Көбінесе білесіздер, асхабул жәннаттан екі бақша иесі бір-біріне мен сөйлескен кезде, мен сенен дүние жағынан да, ұрпақ жағынан да көппін деп тәкаппарланған болатын. Сөйтіп Алла Тағала оны құрдымға жіберді, мысалы. Сонда Алла Тағала айтады, ол сондай күн, ол күні дүниеде және балаларда көмектеспейді дейді, пайда бермейді. Илля мән әталлаха би қалбин сәлим. Тек кімде кім Алланың алдына сау жүрекпен келсе ғана дейді. Қараңыздар, кімде кім Алланың алдына сау жүрекпен келсе, сол ғана пайда береді. Ал дүниеде, балада ол күні пайда бермейді дейді. Сонда тәфсіршілер айтқан, сау жүрек деген қандай жүрек деген? Сонда бірнеше түсініктемені жазайды. Қалб сәлим деген жалпы сау деген мағынаны білдіреді. Яғни мысалы, әнә сәлимун десе, мен аурудан саумын деген сөзді мысалы. Сонда Алла Тағала айтады, тек адамға қияметке де көмектесетін нәрсе кімде кім Алланың алдына сау жүрекпен келсе дейді. Сонда ғұламалар айтады, сау жүрек деп Алла Тағала ширктен сау болған. Яғни ширк дегенді білеміз, Алла Тағала серік қосу. Үлкені бар, кішісі бар. Осы нәрселерден таза болған жүрек. Екіншісі ғил. Ғил деген көреалмаушылық. Яғни көреалмаушылықтан сау болған. Хасаттан, қызғаншақтықтан, осындай нәрселерден ішкі жүрек қандай аурулары бар, осы нәрселерден таза болған жүрек қана сол күні пайда береді дейді. Сондықтан да осы адамның ішкі дүниесі, адамның жанының таза сақталуы, ол мұсылман үшін өте маңызды нәрселерден болып саналады. Енді бұл адамның жанының таза болуына кедергі болатын нәрселерді ғұламалар терген. Соның біріншісі шайтанның айтқанына еру дейді. Әрине, жаңағы Алла Тағала мынандай бір аятты келтіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва кулли ибади яқулу лати хия ахсан. Құлдарыма айт, ең сыпайы түрде сөз сөйлесін дейді. Инна шайтана янзагу байнахум инна шайтана кана лил инсани адуан мубина дейді. Өйткені шайтан араларына бұзақылық салар. Расында шайтан адамдар үшін дұшпан дейді. Яғни мүминдерге айт, және құлдарыма айт, ең сыпайы түрде сөз сөйлесін дейді. Көбінесе осы жаңағы өйткені шайтан араларына бұзақылық салады дейді. Адамдардың арасында бұзақылықтың басталып кетуі негізі не екен? Сөздің сыпайылығы болмағандықтан. Біреу-біреуге қатты жауап беріп қалады. Соған әй десе, оған өй дейді, немесе тағы да бір сөздер қайтарады. Нәпсі жібермейді. Сонда осы сөздегі сыпайылық танытпау арқылы шайтан сол есіктен адамға кіреді екен. Адамның жүрегіне, адамның жаңа ішкі дүниесіне. Сонда Алла Тағала айтады, құлдарыма айт дейді. Сондай құлдарыма айт, сыпайы сөз сөйлесін дейді. Яғни адамдар қарым-қатынаста болуымыз керек. Сол қарым-қатынас барысында мұсылмандар бір-бірімен сыпайы болу керек. Ол сыпайылық болмаса, сөзді жұмсақтық болмаса, шайтан не істейді дейді, араларыңа бұзақылық салады дейді. Ақиқатында шайтан адамға ашық жау дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Ендеше бірінші адамның ішкі дүниесін бұзатын нәрсе шайтанның жаңағы Алланың ашуына апаратын, шайтанның амалдарды Алла Тағала ескерткен, шариғатымыз ескерткен сол нәрселердің артынан жүріп кету үлкен ішкі дүниенің тазалығына үлкен кедергі келтіретін нәрсе екен. Екінші мәселе ол ғадап дейді, ашу дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ішкі дүниенің тазалығына кедергі болатын нәрсе ашу. Ардақты пайғамбарымыз бір сахабаға бірнеше рет қайталаған екен. Лә тағдаб, лә тағдаб, лә тағдаб. Ашуланба, ашуланба, ашуланба дейді. Өйткені жаңағы ашу көптеген жаңағы жамандықтың кілті болып есептенеді. Ашу барысында қатты сөз айтылады. Ашу барысында жаға жыртысып қалуы мүмкін. Сондықтан да осы жаңағы ашуды
тоқтатып оны баса білген мұсылман өте үлкен сауапқа ие болатын мұсылманның бірі болып есептенеді. Ардақты пайғамбарымыздың мынандай бір сүйінші хадисі бар. Ана заимун би байти дейді, фи робадил жаннати, лиман тарака мираан уалау кана мухиққан дейді. Мен жәннаттан үйді уәде етем дейді. Яғни жәннаттың айналасынан үйді уәде етем дейді. Қараңыздар, үй деген сөздің өзі бұл дүниеде де үй қымбат екен, жәннатта да, яғни ақыретте де үйдің орны қымбат екен. Қараңыздар, сондықтан да үй деген сөз, сізге үй берілсе, сіз жәннатқа кіресіз. Өзіңіз басқа жақта жәннатта үйіңіз болуы мүмкін емес. Сізге мұсылманға жәннаттан үй тиесілі етілген болса, ол сол жәннатқа кіреді деген сөз. Сол үй соныкі болады деген сөз. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уәдесін ешқашан бұзбайды. Сонда дейді, ана заимун дейді. Мен жәннаттың айналасынан үйді уәде етемін дейді. Лиман тарака мираан уалау кана мухиққан дейді. Кімде кім мынау ұрыс керісті өзі дұрыс болып тұрса да, сол ұрыс керісті тастаса дейді, Алла үшін. Қараңыздар, ұрыс керіс ол қандай? Екі адамның байланысы мүмкін әйелімен арасындағы болуы мүмкін, көшедегі адаммен, жанындағы жұмыс барысында, кез келген нәрсе, қай жерде болмасын, жалпы адам ұрыс керісті тастаған адам осы хадисте еске алып, қандай да бір ұрыс шығайын деп тұр, сіздің күшіңіз жетеді, айтып салуға да барынды, бірақ сол осы хадисті еске алып, я Раббым, маған сол пайғамбарымыз уәде еткен үйді нәсіп етші, мен осы жерде сабыр сақтайын десеңіз, сіз ардақты пайғамбарымыздың сүннетін амал қылып жатқан мұсылмансыз. Қараңыздар, сондықтан да жалпы ашу біз білуіміз керек, ішкі дүниені бұзатын, ашу мен тақуалық ол қатар жүре алмайды. Ашу мен ішкі дүниенің тазалығы, нәпсінің таза қатар жүре алмайды. Сондықтан да ішім таза болсын десе, ашуға адам мұсылман бой бермеу керек. Сондықтан да осы нәрсе өте үлкен амалдардан болып есептенеді. Келесі ішкі дүниенің тазалығына кедергі болатын нәрсе намима дейді. Намима деген өсек. Отырып, жаңа ішкі адамның ішкі дүниесіндегі нәрселерден болып есептелінеді. Ардақты пайғамбарымыз айтады, ла ядхулул жанната наммам дейді. Жаңағы әукама қала нәби саллаллаху алейхи вассалам, өсекші жәннатқа кірмейді дейді. Өсек тасушы. Яғни біреудің айтқан, мүмкін расында да айтқан болуы мүмкін, бірақ сол сөзді алып басқаға жеткізіп, ананың сөзін басқаға, сол хаммазим мәшшаим бинамим дейді. Құранда сондай аят бар. Мәшша деп айтқанда Алла Тағала, сол өсекпен жүгіретін бір хабарды естісе, сол өсекпен екінші адамға жеткізуге тырысатын сондай сифатты адамдар болған. Қараңыздар. Сондықтан солардың қатарынан болып қалудан сақтану керек. Кез келген нәрсе, ішіңізде айтқың келіп тұр деген нәрселердің барлығын мұсылман не істеу керек? Тырысу керек, оны басуға. Яғни мұсылманның пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі бар. Мән сатара ахаху сатараллаху фи дуния уәл ахира дейді. Кәма қала нәби саллаллаху алейхи уассалам. Кім бауырын жасырса дейді, айыбын жасырса, Алла Тағала ол адамның айыбын бұл дүниеде де, ақыретте де жасырады дейді. Қараңыздаршы, бәріміз жаңағы қателесеміз. Жаңағы кезіндегі үлкен ғұламалар күнәда иіс болса сасып кетер едім деген екен. Қараңыздар. Сондықтан да Алла Тағала ендеше біздің айыбымызды, біз біреудің айыбын жасырсақ, біздің айыбымызды жасырады екен Алла Тағала. Сондықтан да ішкі тазалыққа кедергі болатын нәрсе ол өсек болып есептенеді. Келесі нәрсе ол хасад. Хасад деген ол көре алмаушылық. Жалпы жәннатта да, яғни ең бірінші жасалған күнә қандай болды десеңіздер, ең бірінші жасалған күнә ол көре алмаушылық болған. Адам атаға сәжде қылыңдар деген кезде барлық жаңағы адам атаны Алла Тағала жаратып, одан кейін сәжде қылыңдар деген кезде Ібліс не істеді? Сәжде қылмады, Халақтани мин нари ана хойру мин деді. Мен одан хайырлымын деді. Сен мені оттан, оны топырақтан жараттың деген сөзді айтты. Осы жердегі ең бірінші нәрсе қызғаныш. Басқалардан адам ата үстін болып тұр ғой. Оған бас иіңдер деп, құрмет көрсетіңдер деді Алла Тағала. Соны көре алмады, қызғаныш. Ең бірінші күнә осы болған. Сондықтан да сол қызғаныштан барып, оларды күнәға итерген.
және жерде де Қабыл мен Хәбілдің арасындағы ең бірінші қан төгу, білесіздер, біреуінен Алла тағала қабыл етті, Хәбілден қабыл етпеді. Сонда қызғаныштан кімді? Хәбілді, бауырын өлтірді. Адам атаның екі ұлы. Құранда ол оқиға баян етілген. Ендеше кез келген хасад, көралмаушылық өте үлкен күнә болып табылады. Көралмаушылық бар, біреуді қызғану сипаты іште болған адамның ішкі тазалығы дұрыс емес болып есептелінеді екен. Хасадқа ғұламалар мынандай бір баға берген. Хасад деген не деген кезде, хасадтың анықтамасын былай айтқан. Жаңа көралмаушылықтың анықтамасын былай дейді. Алланың бауырыңа берген нығметін кетсе екен деп тілеу дейді. Қараңыздар. Яғни бір мұсылманға Алла тағала бір жақсылық беріп жатыр. Үйлі болды, басқалы болды, дәрежелі болып жатыр. Соны жаңағы хасад жасау, оны көре алмау, сонда негізгі анықтамасы сол бауырыңа беріп жатқан нығметтің одан кетсе екен деп тілеу астарында жатыр екен. Осының қараңыздар. Алла сақтасын, қандай жағымсыз сипат екен. Яғни біреуге беріп жатқан содан айырылып қалса екен, сол беделден түссе екен деп, біреу болса, оның мынандай кемістіктері бар, өткен кезде бүйтіп қалған ол деген сияқты сөздерді арасына кіргізіп жеріп, сондай адамдар бір мұсылманның сипатына байланысты сондай әрекеттер жасаған болса, сол адамның жүрегінде хасаттың нүктелері, дерттері бар екендігін біз байқаймыз. Сондықтан да бұл да ішкі тазалыққа өте үлкен зиян келтіретін амалдардан болып есептелінеді. Енді осы ішкі тазалыққа апаратын жол қандай деген кезде ең бірінші нәрсе ол ықылас екен, ішкі дүние. Және Алла тағаланың айтты ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, шындығында Алла тағала адамдардың жүректеріне қарайды, олардың дене бітімдеріне, басқасына қарамайды деген сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін. Ендеше ішкі дүниенің тазалығы ол бірінші ықылас болып есептенеді. Бұл ықыласты ешкім білмейді екен. Құранда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар. Қияметте бір адам келеді дейді. Тау сауабымен дейді. Таудай сауабымен келеді дейді. Періштелердің барлығы қарап таңғалады дейді. Расында да оң жақта, сол жақта жазатын періштенің өзі таңғалады. Расында да ол адам тіршілігінде, жер бетінде сондай ізгі амалдар жасаған дейді. Бірақ Алла тағала сол адамға айтады екен: «Анта аратта биха кәза, анта аратта биха кәза, анта аратта биха кәза». Сен мынау амалыңмен ішіңде, жүрегіңде мынаны қаладың. Сен мынау амалмен ішіңде мынаны қаладың деп, ол адамның таудай сауаптардың ешқайсысын қабыл етпей қояды екен Алла тағала. Сонда таңғалады екен. Кімдер? Періштелер таңғалады дейді. Бу'даллак, кетәрі дейді. Әли ғойриллахи күнта та'мал. Сен өмір бойы Алладан өзгеге амал қылып жүріпсің ғой деген сөзді айтады дейді. Қараңыздаршы. Сонда періштелердің өздері де адамның ішіндегі, жүрегіндегі ықыласты көре алмайды, біле алмайды екен. Сондықтан да ықылас Алла көрсе болды деген, Алла назарын салып тұр, Алланың бақылауындамын, ихсан деген дәрежелер адамның жүрегінде болу керек. Келесі нәрсе, адамның ішкі дүниесінің таза болуына себепкер болатын нәрсе, өте қарапайым нәрсе. Ол ифшаус сәлем. Мұсылмандармен сәлем жайып отыру, дұрыстап амандасу, ықыласпен, ыстық амандасу, кеудеңді бұрып амандасу, жымиып амандасу. Ардақты пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Ла тадхулул жанната хатта ту'мину дейді. Сендер иман келтірмей жәннатқа кірмейсіңдер дейді. Ва ла ту'мину хатта тахаббу. Және бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірмейсіңдер дейді. Ауала адуллукум ала шайин ин фаалтумуху тахаббтум дейді. Мен сендерге бір іс көрсетейін бе? Егер оны араларыңда жасасаңдар, бір-біріңді жақсы көресіңдер дейді. Бір-біріңді жақсы көрсеңдер, иман келтіресіңдер, иман келтірсеңдер жәннатқа кіресіңдер дейді. Сонда бәлә я Расулалла, айтшы, ол не нәрсе деген кезде, афшу сәлама байнакум, араларыңда сәлемді жайыңдар дейді. Амандасыңдар дейді бір-біріңмен. Қараңыздар, сахабалар кейде бір-бірін табиғиндерді ертіп базарға кіреді екен, жүр барып келейік деп. Сон базардың ішінде адамдармен амандасып шығады екенде, сол кезде табиғиндер сахабалардан сұрайды екен, ертіп апарған
біз базарға кірдік, ештеңе алған жоқпыз ғой дейді. Неге бұлай қаншама уақытымызды өткіздік деген кезде, біз сәлем жайдық дейді. Қараңыздар, сәлемдестік, адамдармен амандасып, сауапты амал жасадық дейді. Сондықтан да осы бір кішкентай амал болуы мүмкін, бірақ Алланың алдындағы орны өте үлкен екен. Сондықтан да мұсылмандардың бұл жерде бір болуы, бір-бірін жақсы көруі өте маңызды ұғым екендігін осы жерде көрсетіп отыр. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы кезінде бір сахабаға пайғамбарымыз садақа туралы жаңағы насихаттайды адамдарды. Садақа жасау туралы соған үндейді. Сонда бір сахаба үйіне келеді, беретін ештеңе жоқ. Жаңағы ардақты пайғамбарымыздың уағызынан кейін сахабалар үлкен-үлкен садақалар жасайды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы сахабасында да ештеңе жоқ екен. Сонда жаңағы сахаба Алла тағала айтқан екен: "Е Алла тағала, ей Алла тағала, әне атаса менде ештеңе жоқ" дейді, садақа беретін дейді. Тек уйсада дейді, жаңа жастығыммен жаңа бір ыдыс су ішетін дәлу дейді, жаңа шелек. Сол жаңа жастығымен шелек қана бар екен үйінде. Яғни өте жұпыны болған жаңағы сахаба. Олакин, бірақ мен дейді, атасаддақ би айрди дейді. Намысымды, абыройымды садақа етем дейді. Ол не деген сөз? Яғни менің абыройыма, менің намысыма маған зұлымдық қылған болатын болса, соларды кешірем дейді. Осы садақа болсын дейді. Қараңыздар, атасаддақ би айрди дейді. Айрд деген намысы, абыройы. Яғни жала жабылуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болуы. Осы нәрсені мен садақа етем дейді. Алла тағалаға айтқан екен, жаңағы тахаджудты түнде тұрып, Алла тағалаға осылай дұға қылған екен. Ертеңіне сахабалар осылай мешітке жиналады. Жиналған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кім кеше атасаддақ би айрди, мен намысыммен, абыройыммен садақа қылам деп кім айтты" дейді. Сонда жаңағы сахаба радиаллаху анху орнынан тұрады. "Мен осылай дұға қылып едім түнде" дейді. "Алла тағала сенің садақаңды қабыл қылды" деген екен. Қараңыздар, қаншама садақалар жасалды сахабалар. Бірақ жаңағы ештеңе таппай, бірақ намысы, абыройы түсті. Оның намысын мүмкін біреу таптап жіберуі мүмкін. Абыройын түсірген болуы мүмкін. Сол түсірген адамды, жаңағы соған себепкерлердің барлығын садақа қылдым деген сөз, солардың бәрін кешіріп жібердім деген сөз. Қараңыздар, кеуденің қандай тазалығы деген. Бұл оңай нәрсе емес. Адамның өмірін бұзып жерген мәселелер болуы мүмкін да, адамның тағдырында. Бірақ солардың бәрін кешіріп жібердім деген кезде, түнде Аллаға дұға қылған пайғамбарымызға Жәбірейіл алейхиссалам ескерткен: "Сенің садақаң қабыл болды" деген екен. Қараңыздар. Сонда мынау ішкі дүниенің тазалығы арқылы Алланың алдында мұсылман биік дәрежеге орын алады екен. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Қазір мынау есіктен" дейді, мешітте отырады осылай, "мынау есіктен жәннаттық адам кіреді" дейді. Сонда бәрі қарап тұрады, қараса бір сахаба жаңа су беті дәрет алып жүгіріп кірген, мешітке асығып кірген ғой. Сөйтіп намаз оқиды. Келесі күн айтады: "Қазір мынау мешітке жәннаттық адам кіреді" дейді. Тура кешегі пайғамбарымыз айтқан саллаллаху алейхи вассалам адам ол кіріп келе жатыр. Сосын үшінші күн айтады: "Қазір мынау есіктен жәннаттық адам кіреді" деген екен. Сөйтіп тура бірінші, екінші күні айтқан сахаба кіреді. Қараңыздар, үлкен оқиға. Сонда Абдулла бин Амр деген сахаба жаңағы адамға келіп айтқан екен ақырын: "Менде осы үйімде үлкен бір әкеммен жағдай болып қалды. Рұқсат болса 3 күндей сіздің үйде тұра тұрсам бола ма" дейді. "Әрине болады" дейді. Сөйтіп барып бұның мақсаты Абдулла бин Омардың жаңағы адам қандай амалымен жәннаттық деп пайғамбарымыздың сүйіншісіне лайық болды, соны білмекші. Соны қараса түнде тұрған намазы, енді басқалар оқып жатқандай оқиды. Яғни сондай бір артық не жоқ. Оразасы да артық емес, намазы да артық емес. Сөйлеген сөзі барлығын көреді. 3 күннен кейін жаңағы айтады: "Менде ешқандай сондай бір қатты мәселе болған жоқ" дейді. "Бірақ менің келген себебім" дейді, "сен мешітке кірердің алдында ардақты пайғамбарымыз мынау есіктен қазір жәннаттық адам кіреді деген. Сонда 3 рет сен кірдің" дейді. Соны байқайын деп едім, бірақ еш нәрсе көрмедім" дейді. Сонда ол да таң қалады: "Иә, мен осыдан артық ештеңе жаңағы жасамаймын, амал жасамайын" деп.
айтқан екен. Сөйтіп таңғалып кетіп бара жатқан, айтпақшы, тоқташы дейді. Айтады, не деген кезде, мен жатардың алдында жаңағы барлығын, мені ренжіткендердің барлығын кешірдім деп, кеудемді тазартып жатам деген екен. Қараңыздар, ешкімді қызғанбаймын дейді. Біреуге беріліп жатқан нығметтерді қызғанбаймын, және ешкімге жаңа реніш сақтамайын деп, кеудемді таза ұстап, сөйтіп барып ұйықтаймын дейді. Ендеше осы екен ғой сені жәннаттық қылған деп, жаңа сүйіншілеген деп, жаңа сахаба айтқан екен. Сондықтан да құрметті жамағат, бұл адамның ішкі дүниесі, жаңа айттық қой, періштенің өзі де білмейді. Алладан басқа сіз бен Алланың арасындағы сыр болып қала береді. Бұның барлығы Алла Тағала яума тубля әс-сараир деген тарих сүресінде аят бар. Бірақ ауыз сөз. Яума тубля әс-сараир. Яум деген қияметті айтады. Сол күні тубля әс-сараир, бүкір сырлар ашылады дейді. Сол күні ғана бүкір сырлар, секрет дейді ғой, соның барлығы ашылады дейді. Сонда қандай сыр деген кезде, осы ішкі дүниемен жасап жатқан амалдардың барлығында ықылас араласты ма? Расында да Алланың ризалығы үшін болды ма? Осы нәрсенің барлығы тек қияметте ғана белгілі болады екен. Сондықтан да құрметті жамағат, бұл тақырыппен әрдайым, әр сәт, қандай намаз оқысақ та, садақа берсек те, бала шағамызбен, әйелімізбен қарым-қатынаста да барлығында осы ішкі тазалықты өте үлкен мән беріп, өзіміз онымен жұмыс істеуіміз керек екен. Алла Тағала иншалла әрдайым амалда болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Құрметті жамағат, енді міне біздің арамызда бір бауырымыз осы дастарханға себепкер болып отыр. Қазір үстіне шығамыз, дәмнен ауыз тиіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.